Біз бүгінгі сабақта Кристин Ханнаның The Nightingale, қазақша айтсақ бұлбұл деген шығармасынан тағы бір үзінді оқимыз. Сонымен бастадық. Vaiana followed her friend into a small, brightly lit interior that was as neat as a pin. Виана өзінің досынан дейді, досының артынан жүрді дейді. Мынау follow деген артынан еру, артынан жүру дегенді білдіреді. Сонымен артынан жүрді, қайда қарай жүрді? Into a small, brightly lit interior. Interior деген интерьер деп аударылады қазақ тілінде, немесе үйдің іші деп аударсақ болады, яғни ішкі жағы дегенді білдіреді. Brightly lit дегеннің аудармасы қандай? Brightly деген жап-жарық деп аударылады. Ал lit деген бұл light сөзінің үшінші формасы. Қазақша аударғанда жарықтандырылған, жарықталған деп аударамыз. Екі рет жаңағы жап-жарық деп аударып тұрған сөз тіркесі. Бұның мағынасы бөлме тым жарық, үйдің іші тым жарық деген, яғни күн сәулесі қатты түсіп тұр мағынасындағы сөз тіркесі. Сонымен Виана досының артынан жүрді, қайда қарай? Кішкентай, күн сәулесі күшті түсіп тұрған жап-жарық үйдің ішіне қарай жүрді дейді. Енді ары қарай сөйлем жалғасып тұр. Interior that was as neat as a pin. Мына интерьерді that деп, мына интерьерді үйдің ішін суреттеп тұр. It was as neat as a pin. Қандай болыпты? Таза болды дейді. Neat деген таза дегенді білдіреді. Жинақы, таза дегенді. Ал pin деген сөз аудармасы түйрегіш немесе брош деп аударылады. Түйреуіш сияқты деп тікелей аударсақ мағынасы ыңғайсыз болады. Сондықтан да as neat as a pin деген ағылшын тілінде бұл сөз тіркесі, идиома, мағынасы негізі бөлек-бөлек етіп сөз аудармаймыз. Жалпы бұл тіркестің мағынасы мұнтаздай таза дегенді білдіреді. Тым қатты таза. Яғни Виана тым тап-таза, мұнтаздай таза болып тұрған үйдің ішіне қарай досының артынан жүрді дейді. Ары қарай сөйлем жалғастырамыз. A vase full of wild flowers graced the rough wooden trestle table flanked by mismatched chairs дейді. Vase деген ваза, full of wild flowers дейді. Гүлдерге толы дейді. Full of деген толы деген. Негізі мына сөзге қарасақ, бұл жабайы гүлдер деген екі сөзден құралып тұр, бірақ wild flower дегеннің аудармасы бар. Оның аудармасы қазақша сөздікте желайдар деп аударылып тұр. Сондай гүлдің түрі. Graced the rough wooden trestle table дейді. Graced деген, мұнда grace деген сөз етістік болып қолданылып тұр. Grace деген сөздің аудармасы грация. Қазақша айтатын болсақ, сымбаттылық, әсемдік, сұлулық дегенді білдіреді. Яғни, мына ваза, гүлдерге толы ваза, бір әсемдік беріп тұр дейді. Қайда беріп тұр? The rough wooden table. Rough деген үсті тегіс емес, кедір бұдыр дегенді білдіреді. Wooden деген ағаштан жасалған. Ал trestle table деген үстел, яғни кедір бұдырлы, үсті тегіс емес, ағаш үстелге әсемдік беріп тұр дейді. Ал trestle деген бұл столдың бір түрі, үстелдің бір түрі, аяқтары төрт аяқты емес, әрпіне сәйкес келетін формада жасалған аяқтары дейді. Сондай үстелді trestle table деп атайды. Flanked by mismatched chairs дейді. Flanked by дегені, flanked деген сөз екі жақтама қойылған дейді. Немен қойылған? By chairs. Орындықтармен қойылған, яғни екі жақтама үстелдің екі жағында орындықтар қойылған дейді. Mismatched дегені, match деген үйлесетін, бір-біріне келетін деген сөз. Ал mismatched деген бір-біріне үйлеспейтін, келмейтін орындықтармен мына үстел қойылған дейді. Сол үстелге мына ваза әдемі әсемдік беріп тұр деп сөйлем аударылады. Ары қарай. In the corner of the dining room was a leather valise, and sitting on top of it was a brown felt fedora that Rachel's husband Mark favored дейді. Ары қарай аударамыз.
in the corner of the dining room. Dining room деген тамақ ішетін бөлмені айтады. Тамақ ішетін бөлменің бір бұрышында, corner деген бұрышы, бір бұрышында дегені. Не болды дейді? Was a leather valise. Valise деген чемодан деп аударылады. Кішкентай чемоданды valise деп айтады. Ал leather деген теріден жасалған чемодан болды дейді. And the sitting on top of it, оның үстінде бір нәрсе болды дейді. Отыру дегенді деп аударылады, бірақ мында сөйлемде біз бір нәрсе болды деп айтсақ болады. Не болды? The brown felt fedora дейді. Fedora деген шляпаның түрі. Андай felt деген бұл фетр деп аударылады, немесе қазақша айтатын болсақ, жұқа киізден жасалған шляпа болады. Федора деген шляпаның бір түрі. Сондай бір қоңыр шляпа болды дейді жаңағы чемоданның үстінде. That Rachel's husband Mark favored дейді. Мына Федораны ары қарай that деп суреттеп тұр. Мына Rachel деген Виананың досының күйеуі, husband, Mark, сол мына шапканы, шляпаны ұнататын дейді. Favor деген ұнату, жақсы көретін дейді. Ары қарай Rachel went into the kitchen for a small crockery plate full of cannolis дейді. Rachel, жаңағы досы, асханаға қарай went дейді, барды. Go деген сөздің өткен шақтағы түрі went. Асхананың ішіне кірді, асханаға барды. Не үшін? For a small crockery plate. Жаңағы crockery деген саздан, балшықтан жасалған дегенді білдіреді. Ал plate тарелка. Ал small кішкентай саз балшықтан жасалған тарелка үшін соны алуға асханаға кірді дейді. Ал full of cannolis деп на плейтті суреттеп тұр. Тарелка full of cannolis дейді. Канноле деген бұл француздың тәттісі, яғни тарелканың үстінде сол тәтті толып тұр еді дейді. Сонымен ары қарай then the woman had outside дейді. Содан кейін одан кейін әйелдер, woman, әйелдер head outside, сыртқа қарай. Head дегеннің аудармасы негізі бас деп аударылады. Ал етістік болып қолданылғанда бағыттады, беттеді деп аударсақ болады. Сонымен сөйлем. Сонымен әйелдер сыртқа қарай беттеді деп аударамыз. Ары қарай. In the small backyard, roses grew along a privet hedge дейді. Backyard деген аударайық. Yard деген аула. Ал backyard деген артқы аула, үйдің артындағы аула дегенді білдіреді. Кейде front yard болады. Front yard деген үйдің алдындағы аула дегенді білдіреді. Сондай кішкентай үйдің арт жағындағы аулада roses grew. Roses деген роза гүл, раушан десек болады. Өсті along a privet hedge. Privet деген бұл қына ағаш, бұл әрдайым жыл бойына, 12 ай бойына жап-жасыл болып тұратын ағаш түрін айтады. Ал hedge деген бұл осындай ағаштан, шөптен қоршау жасайды, соны айтады. Орысша бұны изгородь деп аударуға болады. Яғни осы ағаштан жасалған қоршаудың бойымен, along деген бойымен раушандар өсетін, раушандар өсті дейді. Келесі сөйлем. A table and 4 chairs sat unevenly on a stone patio дейді. Үстел және 4 орындықтар. Unevenly sat дегені, even деген бірдей, ал uneven деген бірдей емес. Unevenly деген ly жалғанғанда бұл үстеу болады. Яғни үстел және 4 орындық бірдей емес болып, бойлары бірдей емес болып тұрды дейді. Қай жерде? On a stone patio. Тастан жасалған, патио деген осындай орындыққа, үстелге арналған бір кішкене ауланы айтады. Сол жерде үстел мен 4 орындықтар бірдей емес болып, әртүрлі бойлары әртүрлі болып тұрды дейді. Ары қарай. Antique lanterns hung from the branches of the chestnut tree. Антик дегені қазақша антиквариат деп аударсақ болады, немесе көне деп аударсақ болады. Лантерн деген бұл шам, бірақ ламп емес, лантерн дегені бұл қолмен тасып жүре алатын шамды айтады, лантерн дегенді. Hung from ілініп тұрды,
Қай жерден? From the branches of the chestnut tree. Ағаштың бұтақтарынан былай жаңағы шамдар ілініп тұрды дейді. Ал chestnut дегені бұл nut деген жаңғақ деген сөз. Ал chestnut деген сондай жаңғақтың түрі. Қазақша сөздікте талшын деп тұр, немесе каштановое дерево деп орысша аударылады. Келесі, Vaiana picked up a cannoli and took a bite, savoring the vanilla-rich cream center and crispy, slightly burned tasting exterior. She sat down дейміз. Vaiana pick up дегені алды, қолына алды. Жаңағы бір француздың тәттісінен каноли біреуін алды дейді. Сосын took a bite. Bite деген негізі бір тілім, бір тістеу дегенді білдіреді. Яғни бір тістеді дегені. Savoring the vanilla rich cream center. Ортасы ванилаға толы, кремге толы дейді. Яғни кремі, ортасында кремі бар, ванилаға толы, ванилаға бай, кремі бар. Соны тістеп, savoring, тәбеті ашып жеді дегені. Savor деген сол деп аударылады. Тәбеті жаңағы ашылып жеуді айтады. Және crispy, slightly burned tasting exterior дейді. Exterior деген бұл сырты дегені. Жаңағы каноленің сырты қытырлақ, crispy, және slightly burned tasting, аз ғана күйген дәмі бар дейді. Сонымен сөйлемді жалпы аударатын болсақ, Виана қолына канолені алып бір тістеді, ортасындағы кремінің дәмін көріп, жаңағы әдемілеп жеп, және сырты қытырлақ, аз ғана күйген дәмі бар сыртын жеп, жаңа канолені жеді деп тұр. She sat down. Сосын ол орындыққа отырды дейді. Сонымен біз осы сабақта бірнеше жаңа сөздермен таныстық, сөз тіркестермен таныстық, сөйлемдерді аудармасымен үйрендік.